Тараздағы Жеңіс саябағына қойылған үлкен айналмалы аттракционның иесі бір жылдан бері табылмай жатыр. Қауіпсіздік талаптары сақталмағанын айтқан қала әкімдігі тұрғындарға қауіп төнбеу үшін саябақтағы жарықты толық сөндіріп, аттракциондардың жұмысын тоқтатқан. Бірақ жұмбақ кәсіпкердің кім екені әлі күнге дейін жұмбақ. Мынау колесо обозрениенің егесі бар ма осында? Жоқ. Егесі жоқ оның. Егесі жоқ. Оны өшіруден ешкім дауы жоқ па? Саябақтағы жарықтың өшуі ең алдымен осында нәпақасын тауып жүрген кәсіпкерлерге ауыр тиген. Саудагерлердің сөзінше электр қуаты болмағандықтан тоңазытқыштар істен шығып, балмұздақ пен өзге де тез бұзылатын өнімдер жарамсыз болып қалыпты. Ал қала билігі қауіпсіздік мәселесі бәрінен маңызды екенін алға тартады. Әкімнің айтуынша тексеру жұмыстары аяқталған соң ғана саябаққа қайтадан жарық берілмек. Бір жылдан бері егесін таппай жатырмыз. Бірнеше рет ГАСК арнайы хат жолдады. Хаттың көшірмелерінің барлығы бар. Сотқа дейін материалдар барды. Салватқан ипа таңдамалы деген сотқа барып менікі емес деді. Егесі жоқ, сондықтан оның қауіпсіздігіне жауап беретін адам жоқ. Ал әлеуметтік желіде аталған мәселеге қатысты тараздықтардың ойы екіге бөлінді. Дұрыс істеген, ертең сол жерден бірдеңе болып, біреу өліп кетсе, әкімшілік егесі жоқ адамға қалай рұқсат берген деп тағы айтады ел. Ешкім өліп кетпей тұрып алдын алғаны. Барымызда, нарымызда сол жер еді ғой. Қолдаймын, бұзса бұзып тастасын. Отырған адамдар білетін шығар қандай екен. Ешқандай қауіпсіздік ережелері жоқ. Отырсаң шайқалады, сыртқа қарай темірдің дауысы шығады. Екінші рет отырмастай кеттік. Қазір шетелдерде оқыс жағдайлар өте көп орын алып жатыр. Барлық қалада тұр ғой, именно Тараздың аттракционына қарап қалып па? Бұл паркті де Таразға көп көрдіңіздер ме? Таразда қорықпай баруға болатын тек осы парк еді. Басқа жаздың күні іліп алып барар жер жоқ, шындап келгенде. Көп айтады, кешке барсаң қосулы. Кім алдап жүр? Демалатын саябақ емес, базар болып кеткен, бәрін құртсын. Заңсыз орнатылды деп танылған аттракциондарға қатысты дау әлі де жалғасып жатыр. Әкімдік оларды саябақ аумағынан шығару үшін сотқа жүгінген. Дегенмен нысандарды орнатқан кәсіпкердің өзі осы уақытқа дейін жауапқа келмепті. Сондықтан жергілікті атқамінерлер тұрғындардың қауіпсіздігі үшін қауіпті деп танылған нысандарды мәжбүрлі түрде бұзуға немесе алып тастауға мәжбүр екенін айтады. Махаббат Құсайын, Мейрамбек Сағынов, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 News.